Ал Қармақшы ауданында жылыжай кешені бой көтерді. Мұнда 349 түп қияр егіледі. Құрылтайшысы Марат Досниязов. Былтыр мемлекет тарапынан 2 миллион теңге қайтарымсыз грантқа ие болған. Осы жылыжай арқылы ауыл тұрғындарын табиғи өніммен қамтамасыз етпек. Қармақшы ауданы Қармақшы ауылының тұрғыны Марат Досниязов бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасының көмегімен былтыр жылыжай кешенін ашты. Мұнда 30 градус температурада зена сортының қияр өседі. Кәсіпкердің айтуынша күнделікті 20-30 кг, ал өз мерзімінде тоннаға дейін өнім жиналады екен. Былтыр осы кәсіпкерлік бөлімнен 2 миллион теңге ұтып алғам. Соған осы жылыжайды бастадым. Былтыр бірінші өнімін көктемде егіп алдым. Яғни кәсіпкерлік бөлімдеріне рахмет. Осындай жағдайлар жасап жатқандарына. Одан күзде ектім. Енді биыл тағы да егіп жатырмын көктемге. Құдай қаласа енді осы жемісін ауыл тұрғындары жейді деп ойлаймын. Ал 3-ші интернационал ауылында егін науқанына дайындық жұмыстары қызу жүруде. Биыл 2400 гектарға күріш дақылы, 700 гектарға жоңышқа, 150 гектарға бидай егіледі. Су мәселесі 3000 гектарға дейін егін егуге әзір. Барлық техникалар сақадай сай. Биылғы жылда 2400 гектар күріш дақылын орналастырып көтеріп тұрмыз. Оны 2 сортқа бөліп тұрмыз. 1000 гектарына янтарь күрішін орналастырып дейміз. Биылға удобрениеміз қазір қырманымызда дайын тұр. Тұқымдарымызды келісіп қойғанбыз. Янтарьда лидерді алып келіп қамбамызға құйып, ары қарай жұмыс жалғастырғымыз келіп тұр. Қорытындылай келе Қармақшының кәсіпкерлік саласы мен ауыл шаруашылығы саласы өркендеу үстінде. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 104%, ал өндірілген өнім көлемі 105% құрады. Ал ауыл шаруашылығын дамытуға 2 жоба мен агробизнес бағдарламасы шеңберінде 1 жобаға несие берілді.